Мына ағамыз біздің көптеген коучтардың қанша жылдан бері қақсап түсіндіре алмай жүргенін ер адамдарға әдемі жеткізіпті. Соңына дейін көріңіздер. Мен осы енесі мен келіні бір үйде тұру дегенді жек көрем. Ол бір бейшара сорлылықтан шыққан дүние. Ол ойбай дәстүр анау мынау аттаған сөз. Ол жоқшылықтан, қайыршылықтан шыққан дүние. Жоқшылықтан бәрі сол үйелмен сүйен болып, ығы-жығы болып бір үйге тығылудан шыққан дүние. Байлығың болатын болса, жас үйленген қыз бен жігітті бөлек отаулап қой. Жас үйленді ғой, махаббат ол. Күн демейді, түн демейді, бірін-бірі жақсы көріп тұр, құшақтағысы келеді, бірін-бірі иіскегісі келеді. Махаббат деген тасып тұр. Оны аласың да жаңағы бір осы келінді аяғынан, қойшыны таяғынан деп аяқ астынан осы күні кеше күліп жарқырап жүрген бір әйел баласына келіншек алып бергеннен кейін жаңағы қабағын түйіп өз-өзінен нетіп қалады. Келін түсірсе болды, диктатор болу керек пе екен? Келінді бола салып дереу Наполеон болып, келінді түсіре салып дереу Сталин бола қалу керек пе екен? Сосын ол келінді сал, жаңағы сиыр сауғыз, әжетхананы тазалады, быт-шытын шығар, күні бойы миын же жаңағы, ұнды бүйтіп илейсің, нанды бүйтіп жабасың деп нервісіне де, ойбай каршопты бүйтіп аршы, киімді бүйтіп жу, ваннаны жақ, ойбай келін, таңертең тұрып таң сағат 5-те жаңағы есіктің алдын сыпыр, су сеуіп сыпыр деп езгіледің. Енді ол өз ақтер көктер болып шаршап, біреудің фүфә деп өсірген қызы сенің алдыңа келгенде әшейін жаңа құлдық заманнан бірақ шықты. Енді ол кеште оның күйеуі келеді, жаңа тойға алды ғой кредит, 10 миллион теңге кредит алып той жасады. Ол таксовать қылып келді, ода қай бір жұмыс, ол бір жерде күзетші, ол бір жерде әйтеу бір ілініп салынып бір әрең әйтеу мұнда тарса анда жетпейтін айлықпен отыр. Енді күйеуі келіп енді әйелінен бір рахат алып, мына дүниенің зұлымдығын, әділетсіздігін, ақшаның аздығын, қанша қарекеттенсе де ақша жетпейтін мына теңсіздікті ұмытып бір келіншегін құшақтап, иіскеп, бір балбырап, махаббаттың отында балқиын десе, ана келіншегің ол сасып, өзі құрттап, өзі шіріп, боқсасып, аяғы боқсасып, шуаштанып, қолаңса сасып, өзі тұрайып жаңағы, ол талып жатыр ол. Оны жаңағы енесі мініп алған ғой, желкеге мініп алған. Ол енді саған келгенде сені шаршап келген, сені бір күліп, бір әйелдік махаббатпен, саған махаббат беріп, сен арып жүрсің ғой, шаршап жүрсің ғой деп, жаңағы бәрі өстіп жақсы болады деп, саған энергия береді деп, сені зарядтайды деп отырған әйелің өзі ан жақтан талып жатыр. Сосын жаңағы таң бозынан оны ан жақтан жаңағы айғайлап енесі сықырып тұрады. Аяқ астынан сөйтіп диктатор болып алған. Міне, тәрбиелейін деп. Тәрбие емес қой бұл былайша айтқанда бұл абнормал, бұл жауыздық қой, біреуді қажау, біреуді азаптау, ананы азаптау арқылы тәрбиелеу. Не ол саған шәкірт, жаңағы наубайханаға келген шәкірт өстіп тәрбиелеген көргем жаңағы.